Ішкі істер министрлігі, кейбір қылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті, ұялы байланыс операторларымен және Қазақтелекоммен бірлесіп, интернет алаяқтар пайдаланатын техникалық арналарды анықтау бойынша белсенді шаралар қабылдауда. Кейбір полиция қызметкерлері Көкшетау және Жезқазған қалаларының прокуратурасымен өзара іс-қимыл жасай отырып, заңсыз қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстанға келген 2 жұмыссыз шетел азаматын ұстады. 2 қалада жүргізілген тінту іс-шаралар барысында 128 слоттан тұратын 2 сим-бокс құрылғысы, 3000-ға жуық сим-карта, роутерлер, маршрутизаторлар мен ұялы телефондар тәркіленді. Ұсталғандардың екеуі де уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жыл басынан бері алаяқтардың 10 ұяшығын қызметі тоқтатылды. 11 адам ұсталды, 13-де 4-еу шетелдік. 36 сим-бокс жабдығы, 8000-нан астам сим-карта, 11 компьютер және 452 USB модем тәркіленді.